Қазір таңертең оянып телефон қарамайтын адам бар ма? Біз ақпарат ғасырында өмір сүріп жатырмыз, бірақ сіз бір сәтке болсын ойланып көрдіңіз бе? Бізге телефон қызмет ете ме, әлде біз оған тәуелдіміз бе? Телефонның балалардың денсаулығына деген зияны туралы айта кетсеңіз. Ұялы телефонның балалардың денсаулығына зияндығы, оның ұялы телефонның ішінде банағы электромагниттік өрістері болады. Сол адамның банағы өміріне, нерв жүйелеріне, ішкі мүшелеріне өте қатты зияндығы бар. Сол себепті телефонды үнемі қарау денсаулыққа өте зиянды, миға зиянды, нерв жүйелеріне зиянды. Оны тек сабақ оқу барысында құрал ретінде пайдаланса болады. Телефон ол байланыс, білім мен жаңалықтың көзі. Бірақ қазіргі таңда көптеген адамдардың назары мен уақытын жеп жатқан байқаймыз. Сіздің ойыңызша балалардың қазіргі замандағы телефонға тәуелділігі қандай? Қазіргі заман балалар әлеуметтік желіге, жалпы телефонға тәуелді деп айта аламын. Тек қана жасөспірімдер емес, үлкендердің өзі. Қазіргі жасөспірімдер өзінің бос уақытының көбін осы әлеуметтік желілерде отырумен, телефонмен жұмсайды деп ойлаймын. Себебі мектепте де қоңырау соғысымен оқушылардың тек отыра қалып ұялы телефонға қарап жатқанын көреміз. Әсіресе мысалы жас ерекшелігі кіші бола тұра балалардың әлеуметтік желілерде көп отыруы байқалады. Қазіргі уақытта осы әлеуметтік желі арқылы, ұялы телефон арқылы алаяқтық өте көп болып отыр. Жастар түгілі ересектердің өзі осы әлеуметтік желілер арқылы алаяқтардың құрбаны болып отыр. Сондықтан да ұялы телефонды жалпы сауатты қолдана білу керек. Себебі жасанды интеллект бүгінгі таңда адам үшін ең бір қажетті платформа болғанымен, оның өзінде біздер екшеп, зерттеп, өте сауатты қолдануымыз керекпіз. Себебі болашақта осы жасанды интеллектке адамның бағанағы барлық дамый кетуі арқылы сіздің өміріңізге дейін өміріңізге, жеке бағанағы құжаттарыңызға қол сұғушылық болуы мүмкін деп ойлаймыз. Телефон ол құрал, ал құралды басқару адамның өз қолында. Кішкене болсын экраннан бас көтеріп, шынайы әлемге, сұлулыққа қарайық. Қазіргі таңда балалардың арасындағы телефонға деген тәуелділік туралы не айтасыз? Қазіргі таңда телефонға деген тәуелділік ол жалпы өте өзекті мәселелердің бірі, үлкен проблемалардың бірі. Ол жағдайда ең біріншіден ата-аналар үйден балалардың уақытын қадағалап, оның тиімді өтуін қарау керек. Яғни телефонға шектеу қою керек. Ең біріншіден бала телефонда не қарап жатыр, қандай бағдарлама, қандай программада отыр, немесе қандай ойындар ойнап жатыр деген сияқты сол нәрселерге қызығушылықпен қарап, балаға бір шектеу болу керек. Және де керісінше сол телефоннан келіп түсер пайдалы жақтарын ата-ана балаға насихаттау керек деп ойлаймын ең біріншіден. Телефонсыз бір күнді елестету де қиын. Біз оқушылардан телефонды қанша уақыт қолданып және не мақсатта пайдаланатыны туралы сұрап көрдік. Ендеше олардың жауаптарын бірге тыңдайық. Сіз тәулігіне неше сағат телефон қолданасыз? Мен тәулігіне телефонды 2 сағаттан артық қолданбаймын. Сол телефон қолданғаны сіздің оқуыңызға, ұйқыңызға кедергі жасамай ма? Жасамайды. Бір күн бойы телефонсыз өтсе не істер едіңіз? Курсқа өтін? Неше сағат қарайсыз телефон? 4-5 сағат. Егер де бір күн бойы телефонсыз өмір сүрсең не істер едің? Телевизор қарап жататын едім. Телефонда неше сағат қолданасыз тәулігіне? 24-те 7. Осыдан түсетін ойымыз, телефон біздің өміріміздің ажырамас бөлігіне айналғанымен, оны дұрыс қолдану өз қолымызда екенін ұмытпайық. Әрине технология дамиды, бірақ та адами құндылықтар экраннан тыс қалады. Экрандағы өмір емес, шынайы өмір маңызырақ екенін ұмытпайық. Сіздермен бірге болған Бақытжан Ағырке, арнайы мен журналист Бағдар үшін.